Сәлем достар, бүгін қалай жұмыртқасыз құймақ пісіруге болатынын көрсететін боламын. Ыдысқа 400 мл сүт құямыз, 150 грамм қант саламыз, 50 мл сұйық май, 200 грамм ұн, жарты шай қасық ас содасы, жарты шай қасық тұз салып, барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Қызып тұрған табаға май жағып, қамырымызды жұқалап құямыз. Бетіне тесіктері шыққанда екінші жағына ауыстырамыз. Піскен соң алып бетіне сары май жағамыз. Міне бізде осындай құймақтар шықты. Енді осыны арасына варенка жағып, жеміс-жидектермен әдемілейміз. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша арасына джем, сгущенка немесе бал жағуларыңызға болады. Варенканы осылай жағып, бетіне банан қойып орап аламыз. Екінші түрі менде творогпен, творогты жағып, банан қойып, осылай барлығын жақсылап орап аламыз. Міне осының үстіне сгущенканы жағып, жеміс-жидектермен әдемілейміз. Видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.